Причина көп. В общем, үйде еркек мен болып кеттім ғой, грубо говоря, сол. Үйдің еркегі мен болдым. Барлығы менің мойнымда болды. Бүкіл ответственность менің мойнымда болды. Семейный ответственность менің мойнымда болды. Жұмыс ответственность, финансовая ответственность бәрі менің мойнымда болды да. Мен басылып қалдым. Негізі қыздар ер кісілердің алдына жүгіріп, алдына түсе берудің қажеті жоқ екен. Жаман үйреніп қалады екен да. Ответственность деген ер кісінің мойнында болу керек қой негізі. Я, мен барлығын өз мойныма алғанда артып тастаған ғой. Қызсыңдар ма, қыз болып жүріңдер. Вообще ақша табамын, үйтем, бүйтем, бизнес деген темалар керек емес, шын айтайын. Сол үшін ер кісінің алдына жүгіріп түсе берудің қажеті жоқ. Қадірлеріңіз кетіп қалады. Ол кісі уже удобная болған сайын ол кісі сыйлаудан қалады. Ол кісіге уже басқа қыздар ұнап бастайды. Сіз удобный, сіз үндемейсіз. Ата-анам көрді, қатты переживать етті. Бірақ ол өзі келіп мен ата-анаммен ұрысып қалды, білмеймін не үшін екенін. Барлығы тез әрі мозаика сияқты құрылып, сондай болды, оңай болды, білмеймін неге. Как будто солай болу керек болған сияқты. Басқа ештеме айта алмаймын. Сол причина, сол үшін ұрысып қалдық. Ол мен үйден шығар жерді. В принципе, біздің квартирадан, который мен бір күн бұрын төлеген. Мен шығар жерді. Не үшін мен жұмысқа кетіп бартқан кезде, походу, түсінбедім. Өзімен өзі взбесился. Сонда адам көрдіңіздер ма сіздер? Жоқ, мәселе бай менсінбеулікте емес. Мен менсінбесем, оған күйеуге шықпайтын едім. Мен ұзатуды да жасамайтын едім, менсінбесем. До такой степени менсінбегеннен ұялса ата-анамша оған беруге. Үндемей алып қашып кет деп бере салатын еді. Жоқ, біз наоборот қандай той жасадық, қандай арыстан деп тұрып. Қосылу ойда жоқ. Вот көп жігітте жауапкершіліктің жоқтығының кесірінен айырылысу көп болады деп ойлаймын мен. Қыздар көп жауапкершілікті алып алады. Қыздар көбіне мамасы болып кетеді. Одан қыздың қадір қасиеті кетіп бастайды. Ер кісінің қасында қыз болып жүру керексіздер ғой. Қыз сияқты еркелеп, алдына жүгіріп, әр нәрсені істеп, шегелерді өзіміз қағып, дивандарды өзіміз жылжытып, асын сыпырып, үйте берудің қажет жоқ. Өткен бір күн болсын болмасын, мен басымнан өткенде ондай нәрселер. Ауыр бірдеме көтерісіп, бір істесу керек кездері қасында болмайды да ол жол кезде. Асырау бағу шаршатады. Мен енем өте күшті кісі негізі. Я, біз ақшаға күнде баратынбыз. Сонда енемді көру үшін баратынбыз. Қайнатам екеуін. Да, он работает. У нас был бизнес же, общий бизнес, где должны были, по сути, работать мы вместе, но там работала. Ұрыспасаңыздар не үшін дейді. Жоқ, енемен вообще сөйлеспейді екем. Но ол кісімен нормально қоштасып кеткенбіз. Соңғы рет сол кісімен сөйлескен шығармыз, 5 сағаттай сөйлесіп. Сол ғой неге ажырастым деп сұрай береді. Сіздер шаршамайсыздар ма, сұрай беріп.
Біз 5:30-да бекітеміз, қазір 4-тен 9 кетті сағат. Жоқ, бірінші рет емес, прикиньте, мен айтайын ба, 7-ші класста бірінші рет ұстағам, сосын 8-де ұстаған жоқпын, сосын 9-ші класста ұстағым да, 9-дан бері, 9, 10, 11-ші класс, 1-ші курс, 2-ші курс, 3-ші курс, 4-ші курс, қазір 2 курс магистратура, уже неше, в общем, біраз болды. 2012 ма, 2012-ден бастап вообще үзбей ораза ұстап келе жатырмын. Өлә, нүктесін қой, сосын сұрамаймыз дейді. Арыстаннан сұрасаңыздаршы, нүктесін сол қойсын. Жоқ, вообще ораза ұстаған қиын болып жатқан жоқ. Ақмарал, сіздер қай жақтықсіздер? Батыс па? Ертерек қай жақта жауады? Ақтау дейді, батыс жақ екен. Төрт 20-да жауып ұстайды. Ертерек ашасыздар ма сонда? Шашымды сёспен жуам. Бұрын пантенмен жуатын, что-то шашым көп түсіп кетті, одан не вообще. Сол үшін қыздар ұйықтар дейді. Әже, саған рахат хабарласпады ма? О, мен кластасым кірді. Магаров. Қона қалайсың? Италиядасың ба әлі? Біз 8-ден өте ашамыз, біз 7:30-дарға таман ашамыз. Примерно. Қырғызстанға сәлем. Жоқ, к сожалению, дейді. Қатырысқан жоқпыз. Ертең қайда алып кетесіңдер, мені бағана айттың ғой дейді.